Бурабай курорттук аймагындагы табигый жана тарыхый мура нысандарынын бири Кенесары өңгүрү. Бурабай көлүнөн 2 шакырымдай орман ичиндеги сокпак жол менен жаяу жүрүп, жогоруга көтөрүлгөндөгү таудын этегинде Кенесары өңгүрү бар. Өңгүрдүн боюнда Кенесары жайлы Мағжан Жұмабаевдың өлең жолдары жазылған мемориалды тақта орналасқан. Өңгүрдүн көлемі 8 қанатты киіз үймен бірдей. Төбесінде түтін шығатын саңылауы бар. Алдындағы кішігірім алаңнан өлкенің көркем табиғаты жақсы көрінеді. Қазақтың соңғы ханы, атақты хан Абылайдың немересі Қасым Сұлтанның баласы Кенесары осы өлкеде дүниеге келген. Әкесі Қасым Абылайұлы Сұлтанның қадағалауымен бала кезінен атқа мініп, қарулы шайқастар жолына түскен Кенесары хан Ресей империясынан тәуелсіздік алу үшін ұлт-азаттық қозғалысты бастаған. Садақ пен нысананы дәл көздеуді үйренген батыр Бурабайдың тоғайлы сай саласында жабайы жануарларға аңшылыққа шығуды жақсы көріпті. Аңға шығып, қанжығасы майланып қайтқан кей кездерінде өзінің жасағымен осы өңірде қоныс қылған екен. Сол себепті ел аузында ол Кенесары өңгірі деп аталып кеткен.